Баршаңызға сәлем. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге өте дәмді, жұп-жұмсақ, тез дайын болатын тоқаштың рецептін ұсынғалы отырмын. Ол үшін бізге жып-жылы 150 мг сүт қажет, ерітілген 60 грамм май керек және де бір жұмыртқа. Мен көп қант қосқан жоқпын, 3 ас қасық қант қостым. Бізге 3 ас қасық қант жетеді. Және де бір ас қасық ашытқы қосып алдым. Шым-шым тұз қажет болады. 2 ас қасық қаймақ, яғни сметананы қосып, барлығын біркелкі болғанша жақсылап тұрып араластырып аламыз. Барлығын біркелкі болғанша жақсылап араластырып алғаннан кейін елеуіштен өткізілген ұнымызды аз-аз мөлшерден сала отырып, біркелкі ғып араластырып, нан илейтін боламыз. Бұл илеген нанымызды бетін жауып 30 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Илеп болғаннан кейін 15 минут өткенде нанымызды қайтадан алып, бір басып қойсаңыздар болады. Сол кезде нанымыз жақсылы болып көтеріледі. Мінекей, біздің нанымыз жақсылап тұрып ашып алды. Енді оны барлығын бірдей мөлшерде бөліп алып, домалақтап, бетін жауып, тағы да 10 минутқа қойып қоямыз, жақсылап көтерілу үшін. Бөліктерімізді 30-40 грамм етіп, барлығын бірдей өлшеп бөліп алсаңыздар болады. Сонда біздің тоқаштарымыз дайын болғанда барлығының көлемі бірдей болып шығады. 10 минут уақыт өткеннен кейін біздің нанымыз жақсылап тұрып тағы да көтеріледі, жайғанға ыңғайлы болып. Біз барлығында бірдей 0,5 сантиметр қалыңдықта барлығын бірдей етіп жайып аламыз. Жұқа болып қалады деп қорықпаңыздар, бұл өте жақсы болып көтеріледі. Ортасына вареная сгущенкамызды салып, жақсылап тұрып жабыстырамыз. Жабыстырған кезде өте мұқият болыңыздар, себебі дұрыс жабыспай қалса, біздің вареная сгущенкамыз еріп, сыртқа шығып, тоқашымыздың түрін бұзып кетуі мүмкін. Егер сіздер вареная сгущенка ұнатпайтын болсаңыздар, онда сіздерге кез келген варенье немесе кез келген повидланы салып, осылай тоқаштарыңызды жасай берсеңіздер болады. Тағы да бір қайталап өтейін. Нанымызды 0,5 сантиметр көлемінде қалыңдықта жайып аламыз, домалақтап. Ортасына вареная сгущенкамызды салып, бірдей мөлшерде түйіп аламыз. Жақсылап жабыстыруды ұмытпаңыздар. Барлығын түйіп болғаннан кейін біз формамызға бумага для выпечкиді міндетті түрде төсеп, барлық түйген тоқаштарымызды соның үстіне орналастырып, бетін жауып, тағы да 30 минутқа қалдырып қоямыз. Сол кезде бұл тоқаштарымыз тағы да өте жақсы болып көтеріліп, біздің пісіруімізге дайын болып тұрады. Формаға салар кезде тоқаштарыңыздың арасын өте жақын қоймаңыздар, себебі бұл өте жақсы орып көтерілген кезде бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Мінекей, менің тоқаштарым дайын болып тұр пісіруге. Барлығының бетіне жұмыртқаны жағып алдым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша қара күнжіт немесе бетіне мак сепсеңіздер болады. Мен өзім бетіне мак сеуіп әсемдеп алдым. Духовкамызды қыздырып алып, 160 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Егер рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.